Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге врач торттарына арналған, яғни медбике торттарына арналған өнімдерді жасап көрсететін боламын мастикадан. Оның ішіне көбіне дәрі-дәрмектер, басқа да нәрселерді өте қарапайым әрі тез жасалу жолымен жасап көрсететін боламын. Бірінші мен қазір спричті жасап көрсетемін. Міне біздің шприціміз дайын. Сосын бұлай сызып шығамыз. Міне.
Бұл бізде шприц дайын. Бұдан біз лейкопластыр жасаймыз. Лейкопластырды көбірек жасасаңыз да болады. 2, 3, не болмаса 4 қылып жасасаңыздар болады. Өйткені бұндай ұсақ түйек өнімдер тортқа әдемілік береді. Сондықтан көбіне мен бір жасағанда 3-4 өлім жасаймын. Бізде лейкопластыр дайын. Енді басқада біз жүрек қағысын тыңдайтын бұйымды жасасақ болады. Осылай. Осылай жасаса болады. Енді біз
тортқа әдемілік беретін басқа нәрселерді жасасақ болады. Дәрі-дәрмектерді, не болмаса витаминдер, таблеткаларды қоссақ болады. Таблеткалар өйткені өте әдемілік береді тортқа. Мен бір таблеткалар жасаймын қазір. Мен алдын ала осылай дайындап алдым. 3-4-еуін. Мен қазір бұны қалай жасағанымды көрсететін боламын. Енді осы екеуін қосамыз. Сол кезде бізде таблетка дайын болады. Оны біздің таблеткаларымыз. Енді бұны күйлеп жабыстырып шығамыз. Осылай. Окей. Осындай таблеткаларды көбірек жасасаңыз болады. Енді таблеткалардың басқаша түрлерін жасауға болады. Ол үшін мен осындай фломастердің крышкасын алып, мастикамды қалынырақ жайып алдым. Осылай таблетка шығарып алсақ болады. Түрлі түсті етіп шығарып алсақ болады. Жасыл болсын, қызыл болсын, розовый болсын. Таблеткаларға өстіп жасасаңыз, тортыңыз өте әдемі болып шығады. Бұның мен бір шетін ақ қыламын. Соның үшін ақ мастикадан да есушті шығарып аламын. Сіз басқа да түстерді қолдансаңыз болады. Не болмаса жүрек вырубкасы болса, жүректің штамповкасы болса, жүрек таблетка жасауға да болады. Мен мынаны бөлемін қазір ортасынан. Ақты да бөліп, екеуін бір-біріне осылай. Бізде таблетка дайын болады. Осылай неше түрлі түсті қылып жасай беруге болады. Осылай.
ерекше әрі өте әдемі болып шығады. Осылай. Енді бұны біз жабыстырып шығамыз. Міне. Тағы да бір таблеткамыз дайын. Кесіп аламыз. Міне. Бұдан басқа да түрлерін жасауға болады. Яғни мен фиолетовыйды жайып алдым. Фиолетовыйды мен басқаша крышканы пайдаланып көремін. Мінекей. Қазір дәрі-дәрмектер неше түрлі болып шығады. Осындай штамповканы да пайдалансаңыз болады. Не болмаса жүрек. Қазіргі кезде даже гүл тәріздес витаминдеріміз бар, солай жасаса болады. Бұдан да 13 штук шығарып аламыз. Бұны да дәл жаңағыдай жабыстырып шығамыз. Міне. Біздің тағы да бір таблеткаларымыз дайын. Басқа да врачтардың торттарына, яғни медбикелердің торттарына неше түрлі басқа да заттар жасаса болады. Мысалға температураны өлшейтін өнімдерді, басқа неше түрлі витаминдер, витаминнің коробкасын бәрін жасап, тортқа ерекше әдемілік сыйлауға болады. Мен бүгінге өте қарапайым әрі оңай түрде жасалатын өнімдерді жасап көрсеттім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Әрі көмегім тиген болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияны қалдырып кетсеңіз болады.